45-ші сөз. Құдай табарака уа тағаланың барлығының үлкен дәлелі. Неше мың жылдан бері әркім әртүрлі қылып сөйлесе де, бәрі де бір үлкен Құдай бар деп келгендігі. Уахам неше мың түрлі діннің бәрі де ғадалет, махаббат Құдайға лайықты дегендігі. Біз жаратушы емес, жаратқан көлеңкесіне қарай білетұғын пендеміз. Махаббатпен ғадалетке қарай тартпақпыз. Сол Алланың хикметін біреуден біреу анығырақ сезбекпен артылады. Яндым, сендім демек инандырамын. Сендірем деген емес. Адамшылықтың алды, махаббат, ғадалет, сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ. Кіріспейді оғында жері жоқ. Ол жаратқан тәңірінің ісі. Айғыр биеге ие болмақта да махаббат пен сезім бар. Бұл ғадалет, махаббат, сезім кімде көбірек болса, ол кісі ғалым. Сол ғақилміз. Жанымыздан ғылым шығара алмаймыз. Жаралып, жасалып қойған нәрселерді сезбекпіз. Көзбен көріп, ақылмен біліп.